Чайнектің асты ылғи осылай қосылып тұру керек. Біреу үйде шай ішем десе, шай қайнап тұру керек. Жаттап алдың ба? Кімнен қосып кеткен? Газды үнемдеу керек қой. Ал енді бастаймыз. Стоп дейм, тоқтайсың. Бастадық. Стоп. Оң қолмен алмайсың. А мен солақай болсам ше? Солақайсың ба мен? Жоқ. Неге онда бастыға тартып тұрсың? Бастаймыз. Стоп. Оң қолмен алдым ғой. Құлағы жоқ кесе. Мамам, құлағы жоқ кеселер ыңғайсыз ғой. Ыңғайсыз бен келін бір сөзде жатпайды. Жаттап ал. Бастадық. Стоп. Бірақ кісі келе ме не? Мам, қазір сіз жалғызсыз ғой. Жоқ, плюс 5 кесе. Сонда не? Біз шай ішпейміз ба? Молодец. Ал енді мынау 3 кесеге сүтпен, 3 кесеге сүтсіз, қалғандарына жартысынан аз. Құйдым. Атаға қайсысы? Мына кесе. Әжеге ше? Осы. Жалғасқа? Мынаны. Мен ше? А мынау сізге. Азат ше? Азат шай ішпейді. Неге? Мынау. Жақсы. Ал, көзіңді жұм. Не үшін? Жұм дедім ғой. Ал, көзіңді аш. Шайды қайтадан құйып шық. Барлығына қайтадан қоямын. Иә, бір ескерту. Қайсысы кімнің кесесі екенін шатастырмау керексің. Мамам, мыналардың барлығы бірдей ғой, қалай шатастырмаймын? Вот, үйрен. Бұл тек қана шай құю ғана.